қапты ғой, Зулипасы тауысып қапты ғой, Амелия тауысып қапты ғой, ол сенің бизнесің ғой, қасынша айтқан сіз өз атыңызды өзіңіз ашып отырсыз. Мен никогда қыздармен мен Арифені жамандамаймын. Никогда. Жамандап отырады, потом сен өз бизнесің өзің жамандап отырсың. Арифен арқылы сен өз бизнесің иесі боласың. Ол твой бизнес. 4 автокөлік ауыстырдым. 2 автокөлікті Арифен салоннан алып, 2 автокөлікті наличие сатып алдым. Арифен алыс мемлекетке сенімді түрде қызмет етіп отырған халықаралық бренд. Мен сізге айтайын, 60 мемлекет Арифенге сеніп тұр, ойлаңызшы. Сізге 6 туысқаныңыз сенбей қалса, сіз құлдырап қаласыз. Мемлекет қызмет етіп отырған халықаралық бренд, халықаралық мировой деген сөз ғой, иә? 20 жылдан астам тарих бар, мен Арифенге сенемін. Орталықтарға мен Швецияда болдым, ғалымдарын көрдім. Прям 6 этажды кожаный исследовательский центр бар. Мен сол кезде келе салдым ойладым. Ақша жоқ болса да жеңгем айтты, испанец бар, отлично ақша жоқ деп отыратын адам ғой, иә? Деп отырмаса да, понятно, көзіме көрінеді, шындық ақша жоқ. Бірақ айттым, ақшаның түріне ешқашан жетпейсің, бір набор ал, динара дедім. Испанецтар тоже келдім, тоже кредит бар, шаба сұрадым. Жоқ, бір набор ал, болды. Кәдімгі, прям обязанность қылып алып, сен ал, бір набор сен ал, бір набор сен ал, бір набор. Бұл ученыйлар жасап, хотя бы ученыйлар жасап тұрған бір наборды алшы өміріңде деп айтамын адамдарға. Сөйтіп менің үлкен табарым болып кетті. Өнімдердің сапасы халықаралық стандартқа сай. Европалық стандартқа сай дегенді айтыңыздар. Көп компания европалық стандарттан өте алмайды. Сіз мақтаныңыз, сіз тұтынып отқан зат европалық стандартта өтпейді. 25-ке жуық қаласында болдым, жаңа алғашқы сапарым Париж болды. Сәуле Жаңабаева, Болат мырза, бәріміз барғанбыз. Орыстардың күшті мақал бар екен, увидеть Париж можно умереть деген дейді. Армандардың арманы деген сөз ғой, Париж дегеніміз. Түсінікті ғой, сондықтан да осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Арифеннен алған ақшалай сыйақыларым $1000, $2000, $3000, $4000. Арифен жалпы суммасы $10,000 екен, иә? Арифен 2 рет салонын алдым, Арифен тек косметика ғана емес, табыс көзі берді. Шынымен де табыс көзі. Давайте, сіз табыс табам дегенде сенгенде сіз табыс аласыз. Сіз саяхатқа сенгенде сіз саяхат аласыз. Сіз автомобильге сенгенде автомобиль аласыз. В общем, сіздің қазір басыңыз біреу сеніп тұр, соны арызын сенбегенге кім сенеді? Ешкім сенбейді. Давайте енді не істейміз, сатуды айтып жүрейік, жасына. Қалай сату керек деп. 2 сұрақ дайындап отырсаңыз болады. Мені қараңыз, мен сіздің алдыңызға келдім. Мен сіздің алдыңызға келгенде былай айтамын. Ана товарын алам білесен, мына товарын алам, мына товарын алам. Сіз қай товарын аласыз? Өзіңіз не сатып тұрғаныңызды білмейсіз. Өнімді емес, нан алмайды сенің алдынан затты. Сен алады. Сіздің состояниеңіз алады. Жұмысты өзіңізден бірінші бастайсыз. Міне, мен өзіммен жұмыс істеп, мен жұмыс істеп бердім. Тура осылайға ұқсас заттың бәрі менің өмірімде болды уже. Қыздар элементарный, армандайтын шығарсыздар, бірақ қазір барыңыздар да тез-тез коллаждарыңызды жаңартыңыздар, картиналарыңызды қиыңыздар, потому что новый высыздар бүгін. Сіз новый тезсіз, новый я деген сияқты. Бүгінгі күннен бастап. Соңыз дегенде, күнді любой бетіңді ашсаңыз, мына жерде бір менің миымнан түскен жазбаның бәрі мындан түсіп отырады. Мысалға, таңертең алғыс айтып жүрем, 10 алғыс обязательно. Қызық несігі бір секрет айтайын. Сіз адамдарды шақырмай жүрсіз ғой, кім шақырғаныңызды білмейсіз. Бірақ сіз ойлай бересіз. Көп адамдар айтатын, сіз лучше сол күнді бір 10 адамды жазыңыз. Асанға рахмет, Алмасқа рахмет, Жанарға рахмет, Манарға рахмет. Қызығы менде болған оқиғаны айтып берейін осы алғысқа байланысты. Сіз енді бірінші 12 мүшеңізден бастап анау Аллаға рахмет дейді, сол уже күндердің önünde неге алғыс айтатыныңыз таусылып бастағандай болады. Сол кезде сіз адамдарды жазыңыз. Менде мынандай случай болды, мен бір күні бір жай жаза салдым, араласпай кетеміз. Нағашым Ерланға уже адам таусылған дейтін да, бәлен келіп жүргенге рахмет десем, бір күні каталог жабылып кетсе, рекорд жасау керек қой. Бір кез ауылда Ерлан қалдарым қалай, жағдайлары қалай деп еді. Мен даже оның телефон номерін салайын деген ғой себепшілер үшін. Қалдарым қалай, жағдайлары қалай, мынандай мужской жақсы бетерім бар еді, негізі айтасыз. Маған біреу салмасам дейді. Ол менің алғысымдағы адам ғой.
5 лидер архивіне кірді, Астанадан көшіп кеттім, TikTok'та бәлем болдым, табысым 10 миллионға кетті, бәлекет, осы ол мақсаттың жазасы. Потом астына не істейсіз осы мақсаттарды орындау үшін? Соның жазасы болды. Енді ашып тұрған оқып салайын. 25-ін 9-шы ай 25-ші жыл жазыппын. Тұрған бетте шүкіршілік айтып жүресіз. Я орысыңыз болыңыз, қазағыңыз болыңыз, благодарность айтасыз, что вы живы, стали деген сияқты. Почему сразу садақа бересіз? Садақа ақшамен емес, чатқа амандасқаның садақа, көңіліне энергия бергенің садақа. Сіз әлемге не бересіз, ол әлем сізге соны қайтарып беріп отырады. Хотя бы чатқа, пожалуйста, амандасыңыздар. 5 продукция саласаңызшы, неужели соған 5 минутыңызды қимайсыз? Бір продукция. Соны айтамын, иә, Каспиге 100 мың теңге деп жазып қойдым. Жазып қояйын ғой, қызық, сол 20 мың теңге осы тұрады. Чаттарға активный болуды қойдым, статус сторис, кітап 5 бет оқу дедім. 5 бет кітап оқымасам, адамның жауабының өзі. 5 бет болса да 1 бет оқыңыздар, жақсы ма? Дальше видео звонок жаңағы маңдайындай рассылка жасау 250 адамға, видео түсіру арна мақсатқа жалғыз, волейбол 21:00 деп бітті. Күшті ма? Яғни сіздің состояниеңіз. Жаңа оны айттым, күн сайын таңертең жетістіктеріңізді есіңізге түсіріңіз, жетістікті кішігірім болуы мүмкін. Давайте қыздар, бір жетістігіңізді айтып жүріңізші, сіз кімсіз, қандай адамсыз? Тұрыңызшы орныңызда. Білмеймін деді қыздар. Білмеген екен. Естің сырттан болады қыздар. Нешесін жазбауыз. Позитивный. Қиындықпен сөз айтпаймыз. Сондай ойды ойлап алыңыз, таңертең. Болды, все, дальше. Сіз кім екеніңізді. Сәлемде күйеуге біреу қорқыныштан сату жұмыс жасамайды, болды, все, жарайды. Қорқыныштан сату жұмыс жасамайды. Бізге компаниясында табара болып тұрады. Табара болып қалай сатулардың айтып, нә сату үшін істейсің, істейсіз. Қондық тұсына істедім жаңа. Дене энергия, сөз энергиясы, таңертең болдықшағы сайт айту соған келді. Физиологиялық сайт соған келді, жасамасаңыз, ертеңнен бастап жасаңыз, хотя бы жалқаулық жаттығу жасаңыз. Жалқаулық жаттығу деп жатсыздар, иә? Оны ертеңге тұрасыз болды. Қолыңыз келетін болса. Клиентке деген шынайы қызығушылық керек. Қыздар, клиентке деген шынайы қызығушылық керек. Қызға айтайын ба, клиенттің түрі болады, иә? Mesela бір пример айтайын. Мен навыш саттым алдында, сен бір қыз менен, я навышды алу үшін 15 күн сөйлесті ғой. 15 дней одна навыш хотела купить, 15 дней со мной. И каждый раз аудио пишет, мен итогында она купила навыш. Мен ол навышды қарағанды қатып тұрайын, моя псыка говорит, всего 15 минут она с ней разговаривала. Она говорит, ужас, так сыкым, он же не келмейді маған. Пример. Біз егер адамдарды біздің бизнес жүрмейді. Біздің бизнес жүрмейді. Еще жаңағы вселенная Аллах тағала бәрімізді қояды. Бұл бәрі сізге жақсы ғой, онда мына кісіге бәрі дайын адамдар келсе, бүкіл адам бай кетпей ма? Бізге неше түрлі клиент келеді. Bir күні біреу сұрақ келеді, бір күні сол кезде біз туып тарихпен жаман шашап кетті, мына өнімін дәлелдейді медитабайды керек емес олай. Сіз дальше келесіз. Ақырында ақысына выжда алды деген сияқты ғой. Сондықтан да сіздер терпениеге де жатпайды. Прими, какая она есть. Біздің задача адамды түзету емес. Өзіне қарай жүре беру. Энергияны саналы түрде басқару, хаос ойлармен стресс. Давайте жаңа хаос ойларға бір жаттығу жасап берейік. Доп-выдох жасаймыз. Білейікші.